Өн бойымда шабытым басымырақ, тамырланған жататын тасы дұнап, кешегі шаруаға жайлы болған кең жайлауым қасиетті Ащыбұлақ деп. Міне құрметті ағайындар, біздің келесі екінші аялдамамыз әрине Ащыбұлақ жайлауына келіп тұрмыз. Ащыбұлақ жайлауының табанына келіп тұрмыз. Сіздерге таныстырып өтейін. Кезінде талай шопандарымыз қоныстанып, шаруасын жайлы төрттілігін сайлы қылған, майлы қылған біздің қасиетті киелі Ащыбұлақтың сайы мынау. Мына жерде, тура дәл осы жерде бұрын еліміз шопан қауымы қоныстанып, осында тыныс тіршілігін өткізген. Анау сайдың ар жағында малдардың су ішетін құдықтары бар, ескі құдықтар. Ал мына батыс жағымызда сол төрттілік малдарымызды қамайтын ескі қоралардың орны бар. Мінекей осы Ащыбұлақта қоныс тепкен, шаруамен күнін көрген біздің бұрынғы ата-бабаларымыздың ескі ісі қалған, тарих таңбаланған біздің қасиетті Ащыбұлағымыздың табиғаты осылай. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, әрі қарай кеттік. Біз Ащыбұлақтың кезінде төрттілік малымыз шөлін қандырған, тыныстаған ескі құдығының басына келіп тұрмыз. Ащыбұлақтың ескі құдығы, таныс болыңыздар. Талай малымыз, талай қойларымыз, сиыр, түйе, барлық малымыз осы сайға келіп, шөлін басып, жайылымға өріске аттанатын болған.